Ассалаумағалейкум автосүйер қауым. Кеше 14 сәуір күні Кореядан Али деген бауырым бір салонға барып машиналардың бағаларын түсіріп жіберген екен. Мен қазір описание бөліміне телефон номерін қалдырамын, WhatsApp арқылы жазып звондасаңыздар болады. Егер сол машиналар қызықтырса, видеоны толық қарап, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ассалаумағалейкум автосүйер қауым. Бүгін 14 сәуір, оңтүстік Корея, арнайы авторинг Cars YouTube арнасына шығарылым. Біз сіздерге өзіміздің услугамызды ұсынамыз. Біз оңтүстік Кореядан Қазақстанға автокөлік жеткізумен айналысамыз. Сіздер үшін арнайы автоподбор жасаймыз. Және де барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Қанша күнде көлік жетеді, осындағы бағасы, Қазақстанға дейінгі бағасы, және де кузов состояниясы, одан соң мотор коробкасы, жалпы барлығына сұрақтарыңызға негізгі жауап беретін боламыз. Сіздер үшін бүгін арнайы бір-екі машинаға обзор жасаймыз. Уақыт қысқа, YouTube-тың регламенті бойынша жылдам жасайтын боламыз. Тамашалағандарыңызға рахмет. Бүгінгі біздің келесі көлігіміз Kia Carnival 2019 жылғы 2.2 дизель. Бұл көлігіміздің состояниясы өте жақсы. Сіздерге қазір кузовный состояниясын көрсетіп жіберейін. Капот родной краска. Бұл Kia Carnival'дың екі түрі болады. 3.5 бензин, 2.2 дизель. Бұл сіздердің талғамдарыңызға қарай бағаларды шығарып беретін боламыз. Крыло заводской краска. Көлігіміздің состояниясы салон өте керемет. Центр замок, электропакет. Одан соң антизанос, полосада ұстау режимі. Көлігіміздің пробегі 82.807. Көлігіміз жалпы өте керемет состоянияда. Монитор, камера заднего вида, 360 камера, парктроник, автомат, 2 подстаканникмен, және де өте ыңғайлы бардашок. Ішінде бір USB-ге арналған телефон қуаттағыш бар, одан кейін бір прикурителген. Мына жақтан былайша айтқанда жылыстыға болады, артынан сиденьялардың бәрі электрический. Қазір артын көрсететін боламыз. Автоматический есік. Бұл жерде артынғы сиденьяда барлығы ручной. Бұл негізі обычный версиясы, артында сиденьялар жатыр. Мына жерге 2 сиденьяны қалдырған, артындағыларын жартысы тастаған. Өте ыңғайлы көлік. Салоны өте керемет. Мына жерге 2 подстаканник, әр есікке тағы да бір подстаканниктен бар. Колонкалар штатный, және де люк, екінші люк. Өте ыңғайлы. Если көрем десеңіздер, тапсырыс берем десеңіздер, хабарласыңыздар. Әрдайым сіздердің қызметтеріңізге дайынбыз. Кезекті автокөлік Toyota Sienna автокөлігі Қазақстанда спросқа ие. Бүгінгі көліктің сыртыңғы кузов состояниясын көрсетіп кетейін. Есігі өкінішке қарай жабық тұр екен. Капот родной. Крыло заводской краска. Алдыңғы есік заводской краска. Крышасы сол. Артыңғы есігі. Артыңғы крыло. Сол жағы. Так. Артыда краска жоқ. Мына жерден өте алмаймыз. Сіздерге көрсетіп жүрейін.
Так, оң жақ крыло алдыңғы таза. Есік таза. Барлық жер родной краска. Өкінішке қарай есігі жабық тұр. Кілтін барып алып келу керек. Тапсырыс беріңіздер, хабарласыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға жауап береміз. Кезекті көлік бізде Kia Morning. Осы көлікті сұрап атады. Экономичный машина қандай предлагат етесіз, Kia Morningтерін жақсы дейді. Жаңағындай корейский сборкалар бар ма деген сияқты. Сол сұрақтар өте көп қойылады. Бұл сізге экономически невыгодны машина. Бұның бағасы бұл жерде 3,5 миллион, 4 миллион теңге. Бұның $2300 доставкасы бар Қазақстанға дейінгі. Және де бұл жақта өте сбор первичкін төлейтін болсаңыз, сізге вообще невыгодно шығады. 7 миллион, 8 миллионға дейін кетіп қалуы мүмкін. Сол себептен айтатын болсақ, бұл көлік жайлы негізі өте керемет, автомат, литр, тартысы өте жақсы, подогрев сиденья, 4 адамға өте ыңғайлы. Былайша айтқанда, өте экономичный машинаның біреуі осы. Негізгі сіздердің сұраныстағы осындай көліктеріңізге жауап беретін боламыз. Выгодно, қайсы или не выгодно деген сияқты. Назар салғандарыңызға үлкен рахмет. Бүгін 14 сәуір оңтүстік Корея кезекті автокөлігіміз Hyundai Avanta автокөлігі. Бұның Қазақстанға дейінгі бағасы 7 миллион мен 9 миллионға дейінгі арасында, яғни доставкасы соның ішіне кіреді. Бүгін сіздерге көптеген сұрақтар болады негізі. Мысалға біз вариантты жіберген кезде бізден сұрап атапта, жаңағыдай автокөліктің состояниясы суреттегі дей ма, әлде біз көрмедік қой деген сияқтыға сіздерге бүгін жалпы көрсетіп кетейін. Avanta көлігін бірінші кузов жағдайын қарап кететін болсақ, капот родной краска, заводской. Крыло тоже. Есікке келетін болсақ, есігімізде сондай өте әдемі боялған. Крышамызда сол. Стойкаларда таза. Барлығы заводской краска. Мына жері бұлардың негізі пластмасс болып келеді. Толщинамен алмайды. Артында тоже таза. Қазір оң жағын көрсететін боламыз. Оң жақ крыло тоже таза. Артында есік оң жақ тоже таза. Крышада ешқандай бояудың іздері көрінбейді. Тоже таза. Оң жақ крыло. Өте тап-таза кузов автокөлік, ешқандай бояу немесе ауысқан жерлері жоқ. Қазір сіздерге салонын көрсететін боламыз. Бұл жерде салонын көретін болсақ, салон өте әдемі жасап, негізі подсветкалардың барлығын өте әдемі келістірген. Жерде бізде электропакет, центральный замок, және де память сиденья. Көрсетейік. Автокөлік пробегі 34 386 километр. Лепесток, мультируль. Одан кейін қазір кілті басып отырып көреміз. Бұл бізде спортивный версиясы, N-Line версиясы. Так, камера заднего вида жұмыс істеп тұр. Ручник, подсветкаларын көріп тұрсыздар, өте шумный болып кетті. Сиденьялары спортивный ковш, ортадағы консоль өте грамотно жасалған. Сиденьяларында бір ескірген, бір изностың іздері жоқ. Руль грамотно тігілген, салон өте керемет состояниеда.
Екі подстаканник, нақты айтып кететін болсақ, және де бұл жерде антизанос полосада ұстау режимі бар. Артқа келетін болсақ, арты өте кең деп айтуға келмейді. Метр 80 ростпен мен спокойно отырам былайша. Өте керемет істеп шығарған автокөлік. Негізінде бұл жерде салон сток, бірақ әдемі тігілген салон. Одан кейін подсветкалары барлығы грамотно жасалған, штатный колонкалары база болу керек, қателеспесем, или одан да басқа колонкалар болуы мүмкін. Осы бүгінгі автокөлігіміздің шолуы. Негізі көптеген адамдардың сұрауы бойынша біз өзіміз көрмеген автокөліктің состояниесі қалай деген сұрақтарыңызға кішігірім жауап. Келесі автокөлігіміз Hyundai Sonata 2019 жылғы 2 литр бензин. Сіздерге қазір кузов жағдайын көрсететін боламыз. Негізі көпшілік сұрап жатады. Біз объявлениедан жібереміз. Бұл көлік суреттегідей ма, жоқ болмаса состояниесі одан нашар ма, жақсы ма дейді. Сол жайлы көрсететін боламыз. Және де көпшіліктің айтуы бойынша бізге айтылады. Жаңағыдай Қазақстанда да бұл бағаға табуға болады ғой, шамалы қымбаттау болса да деген сияқты сұрақтар өте көп қойылады. Сол себепті мен қазір осының состояниесін сіздерге көрсетемін, өздеріңіз ойланып көрерсіздер. Капотына келетін болсақ, капот родной краска. Крылода негізі царапина болған. Ол жайлы бізге негізі ескертілген екінші окраста. Майысқан не болмаса бір жері жырылып тұрған, ондай критический ештеңе жоқ. Сіздерге осылай көрсететін боламыз. Негізі боялған жерін боялды, боялмаған жерін боялмады деп. Артында крыло таза, багажник такал пластмасс. Оң жақ артында крыло таза, крыша таза, және арғы беті крышаның таза, бергі беті таза. Оң жақ алтында есік тоже таза. Оң жақ крыло таза. Капот оң жақ тоже таза. Біздегі бұл көліктің негізгі боятылған жері сол жақ крыло. Бүгін бізде обзорда К5 2018 жылғы Қазақстанға дейінгі бағасы бұның 6 миллион мен 6 миллион 700 арасында болады. Әрине, состояние, комплектация, пробегіне байланысты. Бүгін қазір сіздерге қысқа ғана кузовтың жағдайын көрсетіп кете салайын, одан кейін салон түсіретін боламыз. Бисмилля. Так, 106, 107, 112, 114, 103, 108. Родной краска. 92. Есігімізде заводской краска. Артыңғы есігіміз тоже заводской краска. Қысқа түсіруім себебі бізде өткен YouTube'қа саламыз, уақыт өте аз. Сол себепті түсіністік танытуларыңызды сұраймыз. Крыша тоже заводской краска. Кешіріңіздер, ана пластмасс екен. Так, артыңғы крыло тоже родной краска.
Багажник тоже. Мына жерлер пластмасса екен бұлардың. Оң жақ артыңғы крылос тоже. Оң жақ артыңғы есік. Алдыңғы крыло оң жақ көрінбей қалды деймін. 84. Полный заводской краскіде машинамыз. Енді сіздер қазір кішігірім салонын көрсетейін. Сыртынан айтатын болсақ линзовый фарлар, одан кейін титан, баллондары. Мына модельді білмейді екен мен шынын айтқанда. Бірақ состояниялары өте жақсы. Кумхо местный производство, шиналары, баллондар жақсы, дискіде ешқандай царапина жоқ. Салон жағдайына келетін болсақ, салонда бізде электропакет, центральный замок, память сиденья, одан соң антизанос, мультируль, 32 000 пробег, камера заднего вида. Одан соң салонымыздың состояниясы өте керемет. Ешқандай изностың, былайша айтқанда, ізі жоқ. Машинамыздың жалпы состояниясы салон өте керемет. Артыңғы сиденьялары тоже обдув сиденья, подогрев сиденья. Артыңға екі подстаканник, ортаға қоңыр кожа, өзінің штатный колонкаларымен. Колонкалар өте жақсы звук береді, былайша айтқанда. Жалпы бүгінгі автокөлігіміз осы. Хабарласыңыздар, көріңіздер. Барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Әрдайым сіздермен біргеміз. Бүгінгі обзорда бізде К5 2014 жылғы 101 000 пробег. Қазір кузов жағдайын көретін боламыз. Капот, крыло таза. Так, есік боялған. Рулевой жақтың есігі боялған. Екінші есік таза. Одан кейін крышаны түсіре кетейін. Крышасы таза. Артын крылосы таза. Багажник тоже таза. И тоже ұржырдылау жаңағы. Так, оң жақтағы екі есік полностью таза. Уақыт аз болғандықтан тез ұрып көрсетіп отыр. Негіз капот бетінен, крышаның бетінен түсіріп жіберейік. Так, бізде машинамыздың кузов состояниясы негізі керемет. Но бірақ бір минусы, мына есігіміз біздің краскіленген. Бұл жерде негізі бұл жағдайлар ескертеді. Бұл жақты подтолщинамен краскілеу деген нәрсені оның ешкім айналыспайды. Мына жері негізгі ескертілгенде сырылған. Қазір сіздерге салонын көрсете кетейін. Так, көлік полностью деревянный, плавающее сиденье. Одан кейін 100 000 пробег. Көлігіміздің салон состояниясы кожаное сиденье, мультируль. Және де салондардың кожасының состояниялары өте керемет. Паркингте түсіргеннен кейін кішкене қараңғы болып тұр. Жалпы комплектациясы өте жақсы. Плавающее сиденье. Артын жақтан келетін болсақ.
артыңғы ряд өте тап-таза. Ортасына жаңағыдай кішкене машинамыз шаң болып тұр. Осындай обдув сиденьялары, одан кейін подогрев артыңғы сиденьялары, тоже полный комплектация. Салонына келетін болсақ, бізде обдув сиденьялар және де электро жылжытқыш сиденьялары. Одан соң мультируль, монитор, камера заднего вида. Қазір көлікті отандық көрейік, оталмағанына біраз болған. Қазір мына пробегін көрсеңіздер 101.552 шақырым жүрілген. Өзінің штатный колонкалары, одан кейінгі коробканың задний камераны көрсетейін, жасап тұр. Одан соң бардашок кең, екі стакан қойғыш. Артыңғы сиденьяларына келетін болсақ, қатты бір износ, тозығы жеткендіктің бір белгілері онда ештеңе жоқ. Артыда екі подстаканник. Бұл жерде максимальный комплектация емес, бұда панорамный крыша жоқ. Одан соң багажникіне келетін болсақ, қазір сіздер үшін көрсетіп беретін болам. Мына заводской, запасной новый баллон. Тоже Қазақстанға бірге кетеді, ключ. Заводской герметиктері, барлық нәрселер, мынаның бәрін шешіп отыруға қазір бізде уақыт өте қысқа, сол себепті түсіністік танытуларыңызды сұраймыз. Көлік жағдайы өте керемет. Негізгі қазіргі сұралып жатқан көліктердің ішінде сұраныстағы, бізден сұрайтын көліктердің ішіндегі сұраныстағы осы. Қазақстанға дейінгі бағасы, бұл 2014-тердің, 2015-тердің состояние пробегіне байланысты алатын болсақ, негізі бұның бағасы 5 миллионнан 5,5 миллионға дейін болады. Көпшілігі сұрап атады, неге ондайды? Бұл жақта пробегіне қарайды, арығы жаңа кузовтың состояниясына қарайды. Бізден бұлар бөлек, жаңағыдай неде, жаңағыдай қалай айтсақ болады, жаңағыдай ойлау, машинаға деген көз қарасы. Бұл жақта основном роль пробег ойнайды, сол себепті, если именно осы көлікті жіберетін болсақ, 5 миллион теңге болады, Алматыға дейінгі бағасы. Келесі кезекте бізден көп адамдар сұрайды, японский автокөліктер табуға бола ма деп. Японскийлер өте көп, бізде Lexus. Одан кейін есік жабық екен. Toyota Camry автокөлігі барлығының сұрайтыны болса, негізі основном американский сборкадегілер жүреді, 50-55, оған дейінгілер 70-тен япошылар бар. Әртүрлі нелер варианттар бар, негізі 70 автокөлік 70-75-тен. Кузовтың состояниясын көрсете кетейін. Капота родной краска. Крыло тоже родной. Есік заводской көрсетіп тұр. Крышасы сол. Артыңғы есік. Мынау артыңғы есігі боялған. Айта кететін нәрсе, негізі бұл жерде, если сырылған болса, басқа нәрсе болатын болса, бұл жерде өзі арнайы страховой компания бойынша істеледі. Жеке адамдар бұны істемейді, ондайға страховой компания ДТП болған жерге келеді, екі машина алып кетіп, орнына осыған ұқсас екі машинаны береді. Машинаны жаңағыдай өзінің ремонты бітіп шыққанша сол машинаны мініп жүре береді. Одан кейін қайттан хозяиндарға өз машинасын береді. Крашный жерін осылай крашный деп көрсетеміз негізі. Ауысқан жерлері болған болса. Артыңғы крыло тоже крашеный. Багаж родной краска.
мына жерлерін жота қисық алып қойдым мен. Родной мына жерінде проемға басып қойдым, басқаша алып қалды негізі. Артынға оң жақ крыло тоже родной, мына жерден ренжімеңіздер, өте алмаймын. Қазір алдынан айналып баруға тура келеді. $117. Оң жақ крыло таза, есіктегі таза. Крышасы таза. Крылосын жаңа көрдіңіздер. Артынға оң жақ крыло таза. Бұл автокөлігімізде негізгі боялған екі деталь бар. Ол сол жақ есік крыло боялған. Бұның документін алып, негізі страховой компаниядан фотосын алып көруге болады. Бүгін бұның да есігі жабық тұр екен, көрсетейін десем. Бұл автокөліктің Қазақстанға дейінгі бағасы 12 миллион мен 14 миллион аралығында болады. Пробегтер өте төмен болады. Бұл примерно 50 мың мен 150 мың арасында өте жақсы состояниеде табуға болады. Негізі көп адамдар сұрап жатады, жаңағындай боялған жерлері көрсетесіңдер ме деп, осылай көрсетеміз. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Хабарласыңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Көпшіліктің сұранысы бойынша оңтүстік Кореядан қалған жаңағыдай Mercedes, Audi, Range Rover сияқтылар заказ берсек бола ма дейтіндерге, әрине барлық түрі бар, барлық түрі автокөліктердің. Audi, Mercedes, Range Rover және де өзінің корейский машиналар. Кез келген көлікті заказ берсеңіздер болады, барлық сұрақтарыңызға жауап береміз. Хабарласыңыздар, сіздерге әрдайым қызмет етуге дайынбыз. Бүгін бізде кезекті автокөлігіміз Kia Mahav және де Hyundai Palisade автокөлігі. Бұл машиналардың бағасын осындай деп кесіп айту өте қиын. Негізі бұл көліктерімізді 4 VD, 2 VD және әртүрлі версиялар болады. Және де представительскийлер болады, артында 2 капитанский сидениясы бар. Негізі осы автокөлігімізге келетін болсақ, бұл автокөліктің пробегі 7207 километр, полный комплектация. Барлық функциялары өте керемет. Негізі бұл көліктеріміздің жаңағыдай комплектациясына байланысты бағасын сіздерге шығарып беретін боламыз. Кішкене қараңғылау болып тұр. Барлық көліктің түрлерін негізі Қазақстанға жібереміз. Хабарласыңыздар, каждый сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Сіздер үшін арнайы оңтүстік Кореядан тамашалағандарыңызға үлкен рахмет.